Сәлем достар. Нұрмақов мектебінің шақыруымен Нұрмақов мектебіне келдік. Қарағанды қаласы алдыңғы қатарлы мектептердің бірі. Мінекей айналасын көріңіздер. Сауданың тегін үйреніп ойланмaz де, адам бол, байтар, адам бол, малтар. Қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос, деп Абай атамыз Сегізаяқ өлеңінде айтқандай, ел сеніміне кіретін патриот боламын десеңіздер, бүгінгі кездесуде айтқан ақыл кеңестерді жадыңызда ұстап, ілім-білім алуға барлық күш-жігерлеріңізді жұмсап, егеменді еліміздің ертеңі болашақ тұлға болуларыңызға тілектестігімізді білдіреміз. Құрметті оқушылар, бүгінгі мектебіміздің қонағы Лазия университетінің түлегі журналист Рахат Ахмет ағамызды доғыл шапалақпен қарсы алайық. Кітабым барлығы, енді мұғалімдер жаздай тапсырма алып, түпкілікті өзгертіп, аударып, жаңа оқу жылына жаңадан қайтадан өзгерістерге байланысты сондай беріп отыратындай. Қысқаша болса, сұрақтарыңыз болса, ары қарай осы кездесу барысында қоя береміз. Қош келдіңіз. Функциялық сауаттылық дегенде, ол жалпы өмірде қажетті білімді алып, соны қолдана білу мәселесі, иә? Сондықтан да осы аргументум деген аналитикалық орталықты ашуға бұл бір түрткі болды. Яғни мына жақта тек қана образовательный центр емес, именно аналитикалық ойлау орталығы, яғни сыни ойлау, аналитическое мышление жағын дамыту мәселесімен біз айналысамыз. Оның негізі бұнымен бүкіл мұғалім айналысу керек, бірақ бізде кішкене өкінішке орай мектептің аздығы, немесе сыныптың тарлығы, немесе сыныпта көп оқушы болғаннан кейін бұл кішкене күрделі болады. Сондықтан да бір жағынан бұның плюсы бар, яғни сен дайын асқа қасық емес, өзің әрекет ете бастайсың. Уже қазір мына 5-ші класстан бастап сен өзің әрекет етуің керек. Мұғалім тек қана бағыт беру керек. Қазір бүкіл шетелдік мектептерде де бағыт сондай. Әрбір оқушы өзі әрекеттену керек, мұғалім тек қана просто инструментті береді, немесе айтады, мынаны қолдансам болады, мынаны қолдансам болады деген сияқты.